Егер деді, әбден қызып алса да өзінің адал екенін, ешкімнің ала жібін аттап келіп отырмағанын ашықтан-ашық сездіргісі келіп, сол жерде мен көрген заттардың бәрін де жіпке тізіп беріп, жоқ іздеп алдыма келетін иесі болса, жалғыз атымды сатсам да бір тиынына шейін түгендеп қолына ұстатамын. Білдің бе? Үйтпесем Бөрібай атым құрысын. Ой бәрекелді Бөрібай-еке. Дүкеншінің даусы қуанғанынан саңқ ете қалды. Неге екені Бөкең де өзіне өзі риза болып қарқылдап күліп кеп жіберді. Сол сәт кеуде тұсынан тұқырта басып, жүрегін жаншып жатқан зіл қара тас ауып түскендей болды. Содан соң ақ бөгетті бұзған ағын судай лап қойған көл көсір ыстық сезім мен кең пейіл қақпақылдап ала жөнелгені. Қыркүйектің басында соғатын бозайдың қоңыр самалындай аңқылдап ағытылып қоя бергені. Көңіл түкпіріндегі тым-тырыс мүлгіп жатқан жер шеменінің бәрі кенеттен лықси қозғалып, қамысы шулап, айдыны тулап, аласапыран күйге түскен көлдей толқығаны. Атас нәлет, не үшін келеміз бұл дүниеге, не үшін кетеміз? Жалғызырақ көретін жалған екенін біле тұра, неге сонша жанталасамыз? Не жетпейді осы бізге? Неге өмір бақи әлдебір жұмбақ, әлдебір ғажап, бірақ ешқашанда ешкімге де жеткізбейтін құпия бір нәрсені аңсаймыз да жүреміз? Байлық па, бақыт па, бостандық па? Әлде сары ала қаздай қоқылаған құр әншейін сағыныш қана ма? Не ол? Тап бір бүгін өз кеудесінде дүбірлеп көкпар өтіп жатқан секілді. Ол сол дүбірдің арасынан үзік-үзік сауалдарды жанталасып алып шығады да дүкеншінің алдына әкеліп тастай береді. Бірақ оның ешбіріне де жауап таба алмайды. Керзі етіктің қонышында бір түйіншек ақша жатқанын естіген кезде бақырайып кеткен көзі әлі де сол бақырайған күйі дүкенші оқта-текте басын болар-болмас шұлғып қалып үн-түнсіз отыр. Таң сібірлеп атып қалған кезде Бөкең қонышындағы ақ түйіншекті суырып алып, міне деді, ту секілді аспандата көтеріп. Жерден тауып алған дүние атасы нәлет, желге ұшсын. Бәрімізге де жетеді, ішеміз, жейміз, шашамыз. Содан нағыз сайран басталды. 3 күнге созылды. Күн бойы Қызайдағы еркек кіндіктің шамамен 98% дүкеннің ішінен топырлап шықпады. Шынында да Бөкең жерден тауып алған ақшаны оңды-солды желге шашты. Жұрттың бәрі де таңғалып, бастарын шайқап, жағаларын ұстады. Әлемдегі ешбір патшаның, ешқандай сұлтанның баласы да тап осылайша дүниені шайқап, дәл осылайша уыс-уыс теңгені оңды-солды шашып жүрмеген болар десті. Сірә бұрын мұндай рақат өмірді Қызайдағы еркек кіндіктілердің ішінен біреу-міреу көрді ме екен? Ай, көрмеген шығар-ау. Сол күндері таңертеңгісін төсектен басы ауырып тұрған еркек апыл-ғұпыл шалбары мен жейдесін тауып киетінде жүгіріп дүкенге бара қоятын. Бөкең болса бір топ жора жолдастарымен одан да бұрын келіп тұрады. Жылмақай дүкенші жымиып күліп тұрады. Рақат, егін-тегін дүние, тұп-тура коммунизм. Бірақ қаншама мол дүние болса да бетіне қарамай оңды-солды шаша берген соң әйтеуір бір күні таусылады ғой. 4-ші күні таң атар атпастан тағы да бір топ жора жолдастарын ілестіріп дүкенге сау етіп кіріп келген Бөкең табалдырықтан аттай бере, құй деді дүкеншіге тап бір малайына әмір еткендей өктем үнмен. Жылмақай дүкенші күндегідей қырлы стаканды лып еткізіп шығарып шүпілдетіп қоя салған жоқ. Бір түрлі сыздана қимылдап, ләпкенің астынан стаканды асықпай алып, қолындағы орамалмен сүртіп тырс еткізіп қойды да ортан биеніне шейін ғана құйды. Оның бұл қылығына онша мән бере қоймаған Бөкең ай-шайға қаратпай көзді жұмып қағып салды да уф деді, су астынан шыққандай дүр сілкініп. Құй тағы да мыналарға. Жылмақай дүкенші жымиып тұрып басын шайқады. Теңгесін төлейсіз тақсыр? Әй, сен де. Бірақ Бөкеңнің қолы бұл жолы күпәйкесінің ішкі қалтасынан да, омырау қалтасынан да, жан қалтасынан да, кенеп шалбарының терген қалтасынан да түк таба алмай бос шықты. Ал мұнысы несі? Шыныма? Шынымен ақ таусылып қалғаны ма? Бөкеңнің жанарындағы тентек ұшқын бірте-бірте әлсіреп сөне бастады. Шалқақ кеудесі иіліп, бір түрлі бүгежектеп қалды. Құй деді дүкеншіге жасқана қарап, тілі күрмеліп. Қарызға, бірақ қарызға ішіп, құлазыған қу көңілді жұбата алмайды екенсің. Кешегідей емес, алдыңғы күнгідей емес, бәрі де селқос. Бірінен бірі сұрап ішіп тұрғандай көңілсіз. Бір-екі айналдыра құйған соң ақ Бөкеңді күн сайын кеу-кеулеп жүрген топ біртіндеп ыдырай бастады. Өзі де дүкенде ұзақ тұра алмады. Сауық суға кетіп сыртқа шықты. Сауық сайран да осымен бітті.
Ақ қалпағымен басына жез ораған жаман қамшысын жылмақай дүкеншінің ботагөз әдемі келіншегі күлімсіреп жүріп әкеліп берді. 3 күннен бері шөпке де, суға да жарымаған шабдар торының көзінен су ағып, қабырғалары ырсиып өлуге шақ қалыпты. Оны көріп аяп кетті. Бірақ өзінің де оңып тұрғаны шамалы еді. Қызайдан ұзай бере көңілі құласып, қызығы мен шырығы мол көңілді тіршіліктен тағы да алыстап, жапан түзді жайлаған жалғыздықтың құшағына еніп бара жатқандай сезінді. Иә, бәрінен де шеттеп келеді. Алыстап барады. Бір үлкен кемеде улап-шулап, көңілді бара жатқан көп жолаушылар кенеттен мұны жағаға итеріп тастап, жалғыз өзін қалдырып кетіп қалған секілді. Эх, дүние, бозайдың бөктеріне алғашқы қар түсіп, күн қатты суып кетті. Таң сәріде дірдектеп тоңып жүрген маядан бір шана шөп суырып әкеледі. Одан соң құрғақ шөптің иісін сезіп, тып-тыныш жатқан даланы азан-қазан үнге толтыра маңыраған малдың у-шуымен араласа жүріп, ағаш науаларға жаймалап салады. Күн көзі жылтырап, жер бетіне жылы шуақ тарай бастаған шақта суатқа айдап, сосын бір мезгіл беткей-беткейдің қара отына қарай өргізіп қайтады. Әйтсе де бүкіл күн ұзаққа тасылмайтын ұзақ сонар тіршіліктің бір парасы ғана. Ал енді ешқашан еленбейтін, бірақ еңсеңді езіп, иініңе су кетіретін салпы етек салдақы шаруаның ұшы-қиыры көрінсейші. Кейде тіпті өзіңмен өзің жеріп, сұп-суық тұмсығымен түрткілеп, әзиз жаныңды әбден ығыр еткен ит тіршілікті басынан бір теуіп, бетің ауған жаққа қарай лағып кеткің келеді. Ондайда өз табаның тиіп тұрған жерден басқа көз жетер маңайдың бәрі жымың-жымың күліп, сенен бір жұмбақ сырды жасырып, сылқым дүние сылқ-сылқ күліп тұрғандай көрінетін қайтерсің. Кеудеңдегі сары алақас сағыныш тағы да қиқулайды. Қанатымен жер сабалап, омырауын мұзға соғып, қоңыр күзде құстардың легіне ілесе алмай, жалғыз қалғанынан налып, жанталаса қансырап өліп бара жатқандай. Дүние жарықтық төрт бұрышында да той думан, тауық сайран, ойын күлкі өтіп жатқандай көрінеді бөкеңе. Бәрі де бақытты, бәрі де мәз-мейрам. Тек табан аяғына зіл қара тіршіліктің тұсауы түсіп, қара басып ұзай алмай, қар жамылған сұп-суық адырда омалып қалған өз ғана. Көз түгіл, көңіл жетпес алыс елдерді айтпай-ақ қойсын. Анау тұрған Қызайдың өзінде де қар жауып, қыс түспегендей елестейді. Ол жақта әліге дейін сол баяғы жаздағы жадыраған тіршілік жалғасып жатқандай. Көңіл жықпас қауым, дос-жаран, жора жолдас дегендей. Соларды ойлағанда бар ғой, жаздағы бір сауық сайраны есіне оралады. Сол баяғы көк шалғынның арасынан түйіншекке түйілген ақша тауып алғандағы ше, әй бір шалқыдау сонда, әй бір тасыдау сонда. Бірақ қазір соның бәрі де сағынышқа толы ескі суреттер сияқты санасында бұлдырап елесі ғана қалыпты. Ал сонда Қызайдан сүмірейіп қайтып келе жатқан жолда кәдімгідей-ақ ренжіп еді. Өзін-өзі айызы қанғанша сыбап, жерден алып жерге салып еді. Бұл кеткенде беткейде қалған қойлар быт-шыт болып бөлініп, бет-беткейіне босып кетіпті. Біразы күндегі ізімен қораға қайтады. Енді бір тобы тау ішінде қалады. Тағы біразы мүлде басқа жаққа лағып, айғыр-ұшқан шыңын бетке алады. Қайран Қадиша қайрат көрсетіп, емшекте баласын көтеріп түн қатып жүріп жинап әкелмесе, тау ішінде қалғандары қасқырға жем болғандай екен. Ол ма? Тау-тасты жаңғырықтатып таң атқанша кірпік ілмей Бөрібайды іздегенін айтсаңшы. Бошалап кетті дейтіндей сиыр емессің. Қаңғырып кеткен ғой басы ауған жаққа дейтіндей диуана емессің ғой сорлы. Бұл әрине Бөрібай үйге аман есен келгеннен кейін Қадишаның күйініп отырып айтқандағысы ғой. Күйеуінің не өлі, не тірі екенін біле алмаған соң ол атты ерттеп, бала-шағаны бір Құдайдың өзіне тапсырып іздеп шыққан екен. Жолда Қызай жақтан келе жатқан машинеге кездейсоқ ұшырасыпты. Отағасын көрмедіңіздер ме деп сұрайды олардан. Көрдік дейді олар. Бөрібай екең бір топ жора жолдастарымен шалқытып жуып жатыр. Нені байғұс-ау? Оны біз білмейміз. Келген соң өзінен сұраңыз. Сөйтіп Қадиша түкке түсіне алмай дал болып ат басын орта жолдан кері бұрады. Енді міне соның бәрі де қазір өткен күндердің еншісінде қалды. Күлкісі де, күйініші де ұмытылды. Ойлап қараса бір түрлі сағынатын да сияқты. Содан бері бөкең даладан бір жалтырап жатқан зат көрсе, әдейі бұрылып барып қарайтын болған. Бірақ Мырза Құдайдың мейірімі осыған ғана түсе берсін бе? Құраншейін дәмелі көңілде баяғы. Қаңтардың алғашқы 3 күнінде бет қаратпайтын долы боран соғып, 4-ші күнге ұласа бере пышақ кескендей сап тиылып еді. Сайсала үрінді қарға толып, ақ көрпе жамылған алып адыр теп-тегіс тып-тыныш бола қалды. Оның осы бір момақан кейпінде емшектегі сәбиін емізіп отырып ұйықтап кетіп, тұншықтырып өлтіріп алатын ананың қатыгездігіндей қорқынышты сес бар сияқты. Егер осынау алып адырдың төсімен
Аппақ қардың бетімен зырлай жөнелетін зымыран шанаң болса ғой деп арман етті ол іштей балалық көңілмен. Сонда анау бұлыңғыр көкжиектен қас пен көздің арасында асып кетіп, алыс-алыс жерлерді, алуан-алуан елдерді көрер едің. Балалық ба деймін. Кенет бозай жақтан бері қарай құлап келе жатқан екі қарайғанды көзі шалды. Кірпік қақпай қадала қарады. Кісі көңілі елегізіп, жалғызсыраған шақта бейсауыт жүрген жолаушыларды көрсе де қуанады. Ал мынау екеуі тұп-тура осылай қарай келе жатыр. Бөрібай жымиып күліп жіберді. Олар бірте-бірте үлкейіп айқындала түсті. Көп ұзамай-ақ әлгі екі қарайған екі аттылы кісіге айналды. Қос жолаушы келіп кеткелі бері бұл маңайда ат сабылтып Бөрібайдың қыстауын іздеушілер жиілеп кетті. Бәрі де бірінің аузынан бірі түкіріп қойғандай сол баяғы ақ түйіншекті сұрай келеді. Бөрібай да қасарысып бір айтқанынан қайтпайды. Ақ түйіншектің айналасында қалған заттарды тәптіштеп тізіп беруін талап етіп отырып алады. Сонда ғана өзі тауып алған ақ түйіншекті әрине ішіндегі теңгесімен қоса алдыңызға қоямын дейді. Міне, тап осы тұста маналы бері майда қоңыр мақымға салып үйітіп отырған нелер бір шешендеріңіз де, кеудесін соққылаған көсемдеріңіз де, бұған бір өткізіп қойғаны бардай қызыл көзденіп алған әсерлеріңіз де сүрініп кетеді. Оңбай сүрінеді. Оңбай қалатыны сол, біреу сөзін жұтып мінгілеп, енді біреу жанын қоярға жер таппай дігірлеп қоя береді. Бозайдың маңынан боз жорғамен желіп өтіп бара жатқанда түсіріп алып едім. Бөкең басын шайқайды. Сол жерге ат шалдырған сияқты едік. Шөбі жапырылып қалған шығар. Бөкең елең ете түседі де басын шайқайды. Ауқаттанып ек, я сусын ішкенбіз. Именно қандай сусын? Жүда есімде жоқ Бөрібай еке. Ұмытып та қалыппын. Айран, сүт ау, әлде бидай көже ме екен? Жоқ, сарағаштың суы. Таба алмадыңыз. Міне, осы тақылеттес әңгімелер сол жылы бірде қысқа, бірде ұзақ өрбиді қыстауда. Бөкең бәрінде қой сойып қонақ қылды. Құлақ қойып тыңдады. Сауал қойғысы келді, сауал қойды. Егер қанағаттанбаса басын шайқады. Сонан соң кейбіреулер тілен түртіп, қырамын, жоямын деп ашуға мініп аттанды. Тағы біреулерінің салы суға кетіп, тоң-торыс күйде өкпелеп кетті. Ал енді біреулері етке сылқия тойып, майлы сорпа ішкендеріне де мәз сияқты. Тіпті тісін шұқып отырып, мүлде басқа әңгімеге қарай лағып кетіп, өздерінің мұнда не үшін, нендей шаруамен келгендерін ұмытып та қалатындар болды. Сөйтіп қашан қар кетіп, көктем туғанша Бөрібайдың қыстауынан қонақ арылмады десе де болғандай. Айына емес аптасына 3-4 қонақ атқарады. Қадиша да әбден жүдеп кетті. Бөрібайдың да көзі кіртиіп, ұйқысы қанбай жүрді. Кейде тіпті қонақтардың тоқайласып келіп бір-бірімен үзеңгі қағыстыра қырғи қабақ болып түсіп, өзі итше ырылдасып тарасатынын қайтерсің. Осының бәрі де ырғалып жырғалып, қай жақтан келіп қай жаққа кетіп жатқан мырзалар шынымен ақ бәрі де жоқ іздеушілер ме? Түйіншек толы ақша жоғалтқандар ма? Егер осының бәрі де өткен жазда Бозайдың маңында түйіншек жоғалтқан болса, онда біздің Бөкең маңдалада құртша қаптап жүрген жандарды неге көрмеді? Қап-қап қызыл ақшаның астында неге қалмады? Табылған түйіншек болса біреу еді. Ал мынау мырзалар неше болып кетті өзі? Ахахаха. Құлаққа ұрған танадай тым-тырыс жатқан алып адарды жаңғырықтыра күлкісі келеді. Тау күркіреп, дүр сөкініп, мынау аппақ әлем сырғи жөнелсе, көшкін болса дейді. Сөйтіп анау маңғасынған мырзаларды басып қалса дейді. Қар астында құрбақаша тырбаңдап, жанталасқанын көрер ме еді? Сонда қайтер екен олар? Ақ түйіншекті аппақ қардың астынан да іздер ме екен? Ол Бозай мен Қызай тауларына қарап тұрып, кенет кереметтей жаңалық ашты. Бірінсіз бірі ғұмыр кешіп, жер басып тірі жүре алмайтын қос ғашық неге қосыла алмай арманда кетті? Неге құрбан болды? Өйткені анау арамза мырзалар секілді ақ пен қараны айыра алмайтын алпауыттар ол заманда да болды ғой. Я болды. Тіпті көп емес пе еді? Қайта-қайта Қызайға құда түсіп келіп жатып алды емес пе? Ақыры әкесін де көндірді. Сөйтіп олардың қолына түспейміз деп түн жамылып қашқан қос қашықты қуып жетіп ұстап алып қорлап өлтірді. Көктем шыға жан-жақтан шұбырып келіп жататын мырзалар сап тиылды. Өйткені Қызайдың учаскелік милиционері келіп, түйіншек табылған жердегі айғақты заттарды тізімге алып акті жасап кетті. Бөрібай оны ежіктеп екі қайтары оқып шығып сүйкектетіп қол қойды. Учаскелік милиционердің құраншейін қоқырайып жүргені болмаса, ауыл арасының дүмше молдасы сияқты шала сауатты екен. Бір жапырақ актісінде қате дегеніңіз қара шыбындай қаптап жүр. 1967 жылы Бозай жайлауының озат шопаны Бөрібай Тойчиев
бір түйіншек ақша тауып алған. Сол жердегі айғақты заттар: бір шөлмек арақ, маркасы Москваның айрықшасы. Екінші, газетке оралған 2-3 қызанақ яки помидор, 2-3 бәдірен яки қияр. Тауып алған шопан арақты ішкен, қызанақты жеген, ал бәдіренді жеген-жемегені есінде жоқ. Осы айғақты заттардың түсін түстеп, атын атап берген кісіге сол түйіншекті ішіндегі ақшасымен бір биесін сатып қайтарып береді. Куәгерлер жоқ деп жазыпты. Міне біздің шағын хикаямыз да осымен тәмамдалады. Егер шын болса, содан кейін оны іздеушілер сиреп қалғанға ұқсайды. Ал іздеп келгендердің өзі айғақты заттарды таба алмай, мұсы құрып жүр екен. Егер 1967 жылдың жазында бір түйіншек ақша жоғалтқандарыңыз рас болса, біздің ауылға қарай ат басын бұра кетіңіздер, мырзалар.